Assalamualaikum toprak ауылдастар ағайындар. Міне бүгін өзіміздің әулие басында маслихат болып тұр. Міне Қазақстанның алды келді міне Талғат. Талғат келді міне. Маслихат болайын деп отыр. Сағат 11-ге дайындап тұрмыз. Saya odunni canlandırıverin Şifa'a. Şifam bu. Şöyle odun ekkenin kaşık koysa olabilir. Ağzının içine. Hizmet kılamız, ilk köprüge bir başını jiberemiz. Kurban baram dedi, hizmetke kurban azarska jiberemiz. Ali yükamiz suğunu aldırıp verem dedi. Şimdi bilmeyim, bu 15-15'ten 20 baklaşkiden aldıramız da Ali'ye. Ama mı? Avuldan kumdağda bär var böyle. Oradan aldırsak da kalay olur. Ama poğurumuz nüvesini yazıp verdi, gerekli nersiyesini. Mayına kep koydum, şimdi bir kuruşu var, yiyeti var. Arka poğur var, süresini ona taktap koyduk. O kişi liman gelgen için kel almadı. Soğan yendi, sonra ikram. Soğan su yetiştiğini ana diler ama karşısına hep unut öğretim oldu. Keyin su 8 günü. Şimdi soğan bu kişiler sizlerden iltimas tuttuktan sonra bu yüzden halkın bu yüzden şakırsa da bu yüzden Mine Қазақстанның қонақтар алды келді. Қарасаң көзің тоймайды. Қарасаң көзің тоймайды. Қарап отырсаңыздар. Енді бұл жердегі айтылатын мәселе жасөспірімдер бәрін айтып отырыпты. Келген адамдарды күтіп алу мәселесі бір. Екінші мәселе қызмет қылатын адам керек. Бұл жерде келіп қолын қусырып тұрып, арқасына қолын ұстап тұрып, сол отырып кете береміз. Сонша жерден адам келіп атқаннан кейін сол адамдарға қызмет қылу керек. Құрметті ағайындар да. Жаңа Домком деп отырсыздар, мен Домком екенін білмеймін. Домкомның енді сіздерге тапсырылған бұл жерде әр мақалаға енді Домкомның адамдары аз бір күшті жәрдем қыласыздар сіз. Себебі жұмыс қызмет қылатын балдар тақ тұру керек, баябай тұру керек. Себебі бұл 2 адам, 3 адамның қолынан келмейді. Біз айтып отырғандай 350-400 адамға жуық келейін деп отырдық. Уже алды келді міне Қазақстанға қараңыздар. Соны көрейік, білейік деп келіп отырдық. Қаншасы шығайды ертең уже келгендерім бар, жолда келатқандарым бар. Соңғысы 7-сіне шығады, 7-8 өшеде болады. Қараңдар да. Соған енді ұйымшылдықпен, құрметті ағайындар, ауызбіршілікпенен кейде айтады ғой, келгенше қонақ ұялады, келгеннен үйгесі ұялады деп. Сөйтіп ұялып қалып отырмайық. Барып едік, бізге қарамады, ондай да болды, мұндай да болды. Көп адам көп айтады. Оны жаңа бір адам айтып қоймайды. Көп адамнан көп шығады. Сол үшін ұйымшылдықпен әдемілеп соны өткізейік. Жаңа айтқандай 7 күні мал сойылатын болса, онан қызмет қылатын балдар керек. Қызмет қылатын балдар Домкомда. Одан кейін азанда палат құрылады, оған қызмет қылатын бала керек. Ол бір адам, 2 адам онан палат құрылады. Оған кемінде 10-15 адам керек. Сізден өтінішті. Сөйтіп әдемілеу өшіріп ұйымшылықпен өшіріп, соны келгенде ұялмайтындай болайық. Енді ол жаңағы продукция, жаңағы